Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендер, сіздермен бірге сол баяғы Айдос. Бүгін біз Астана қаласынан Алматы қаласына жолға шығатын боламыз. Сапар мақсаты түсінікті. Маусым фестивалі аяқталды. Енді Алматы қаласына жол тартамыз. Алматы қаласына мына отырған пойызбен емес, нөмірі 44 Қостанай Алматы пойызымен жолға шығамыз. Біз жалғастырамыз. Достар, Астана қаласының бірінші вокзалының орталық залында отырмын. Қазір сәлден соң жүретін боламыз. Енді достар, сіздерге өтініш, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар және өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Біз бастаймыз. Нөмір 44-ші Қостанай Алматы пойызы. Қазір бірінші жолға келеді. Достар, біз жүрдік Астана қаласынан. Әлі шықпадық, әлі Астана қаласының жалпы шет жағындамыз, индустриалды аймақ жақта кетіп жатырмыз. Мынау тұлпар тальгоның, мен осыны көрсеткім келіп жүр, қанша жыл болды мысалы да. Көрсетіп жіберейін, мынау тұлпар тальгоның жалпы ремонттайтын жері. Осы жерден тұлпар тальго вагондары ремонттан шығады. Бұл завод емес ешқандай да, жалпы тұлпар тальгоның паркі деп айтсақ болады. Қазақстаннан шығатын барлық тұлпар тальголар осы жерге кіріп, бір жуынып алады, одан кейін өз бағытына жібереді. Алматы болсын, Шымкент болсын. Бұлай түсінікті ғонды, ана кіндік қаны тамған жер осы жер болды. Астанаға рахмет, Астананың жігіттеріне, барлықтарына, менімен бірге келген жандарға бәріне алғыс айтам. Енді аман есен Алматымызға жетіп алайық. Артем жақ. Артем базар жақ. Байқап отқандарыңыздай Астананың да түтін басыпты. Енді мына жақта енді өте көп завод фабрикалар бар, солардың түтіні қалаға жайылады. Бірақ Астананың желі қатты, Астананың желімен түтінді бір сәтте шайып жібереді, жоқ жүреді. Пока енді жел болмай тұр Астанада. Қазір бір пауза, достар. Ал достар, мына жер арқылы, мына жерден темір жол екіге айырылып жатыр. Екі бағытқа осы жер арқылы Астана Нұрлы жол вокзалына пойыздар жүреді. Яғни пойыздар осы жерден бағыт алады, Нұрлы жолға қарай. Короче, Астана бір мен, Нұрсұлтан Нұрлы жол бір жолдың бойында емес. Біреуі вертикаль, біреуі былайнан. Параллель, солай, короче. Ал достар, біз Сараковка деген жерден өттік. Астана қаласынан шығып жатырмыз. Сәлден соң Астана қаласына шығатын боламыз. Енді келесі станция бізде Аршалы дейді. Вишневка. Неге Вишневканы адамдар білмейді? Ойбай, Аршалыны бәрі Вишневка деп біледі екен. Енді менің арқамда біліп қаңыздар деп қандай нетіп кетсең.
бәрі склад. Жалғастырамыз. Ал құрметті көрермендер, біз Аршалыға кіріп жатырмыз. Ақмола облысы Аршалы ауданы, Аршалы ауыл деп айтыла ма, білмедім. Сосын мен бір тарихта нені былай жақсы көремін да. Аршалыда түрме бар екен, сол жерде Қазақстанға танымал медиа тұл. Сөзім қайтып алдым. Жалпы 2024-тің ең көп талқыға түскен адамы Бишимбаев осы Аршалыда жатыр екен, түрмеде. Сонда информация болдым. Просто мен жүрген жерлерімді бүйтіп қарап жүремін да. Сосын Аршалы деген не бар десем, Аршалыда Бишимбаев бар. Қазір станцияға келген кезде жалғастырамыз. Аршалы деген кішігірім станция, бірақ 20 минут тұрады. Не екенін білмедім. Мүмкін Астана маңында тұратын халыққа бір Астанаға келмей, осы жерде менен салсын деп арнайы сондай 20 минуттық остановка жасап қойған сияқты. Қар қалың екен бұяқта. Ал мінекей келіп жатырмыз. Кішігірім ғана, бірақ 20 минут тұрады дегенде естіп таң қалдым. Сол бағанағы айтқаным бойынша ғой. Мен солай түсіндім. 20 минут тұратын себебін. Картада Вишневка деп тұр. Бұлай ауысқанымен картада әлі Вишневка деп тұр. Бірақ Аршалы. Значит, Арша көп қоя. Вишневка дегенді бұлай аударса. Шиелі болып кете мағылай. Аршалы деп сол Аршалы көп болғасын қойған сияқты. Вишневка атам замандағы аты. Жоқ, неден қарадым да, просто бит тұр. Поселок, Акмолинская область, районный центр, Аршалинская районы деп тұрды болды андай. Артық информация жоқ. Артық дегенде андай. Тарихи туралы информация жоқ. Хоп деп Ақмола облысы Аршалы станциясынан жүріп жатырмыз. Bir секунд. Былай алайық, күшті болсын андай. Ну что, населенный пункт түсірерім, былай да былай түсіріп қойын деп қойма. Аршалының мына бетінде бір водохранилище бар екен, Вячеслав деді ма, бірдеңе деді, я. Сосын мына бетінде Михайловка деген тағы бір теңе бар. В общем, былай қарап тұрсақ, наверное, аттардың бәрі орысша. Орысша аталар не қылмарлы. Ал құрметті көрермендер, мен сіздерге айта кетейін, қазір енді алда 2 станция бар екен. Біреуі 2 минут, біреуі 3 минут. Оларды түсірмеймін. Түсіргенде де түспеймін да, нетпеймін да, олардан былай өтіп кетемін. Енді алда Қарағандының 2 станциясы бар. Қарағанды сортировочный, Қарағанды пассажирский. Сол екеуін жақсылап
аямай түсіретін боламын. Памятім біткенше телефонды аямайды, телефонды аямай түсіремін да. Памятім толтырып, камера ашпай қалатын да. Ендеше Қарағандыда кездескенше. Мінекей біз Қарағанды қаласының маңына жақындап қалдық. Жақындап дегенде кірдік, сортировка қалаға ашады деген айтпақшы. Қарағанды сортировочныйға кіріп жатырмыз. Жалпы Қарағанды қаласының аумағы өте үлкен. Қазақстан бойынша ең үлкен топ 5-ке кіреді. Мұқаммен реттілігін білетінім. Бірінші орын Шымкент, екінші орын Астана, екінші орын Алматы, үшінші орын Астана. Одан кейін кете береді ғой. Қарағанды сортировочный қалашасы, Қарағанды сұрыптау. Кеттік сүйік. Ұлттық арнадан алыстамаймыз деп. Келесі Қарағанды жолаушылар деген станция. Одан кейін Қарағандының өзіне жалғастыратын боламыз. Зарядке. Қарағанды өзіне қойып. Өзі ғой дұрыс қой, центральныйға Қарағанды бар. Қарағанды сұрыптау станциясынан Қарағанды сортировкадан орысша сортировка, қазақша сұрыптау жүріп жатырмыз. Қазір жарты сағаттан кейін Қарағандының негізгі вокзалында боламыз. Қарағанды жолаушылар, Қарағанды центральный деп те айтады екен біреулер. Сонда болатын боламыз. Көп емес, жарты сағаттың ішінде. Қарағанды сұрыптау деген мен бұрын ойлайтын едім, кішкентай станция ма деп. Жоқ, үлкен станция бұл негізі. Бір 21 бәле шақты, 20 мен бір 30-ың аралығында жол бар, короче. Пойыз тоқтайтын жол. Жолаушыларды тоқтайтын нені есептемегенде 20 мен 30-ың арасында бір көп жол бар екен, короче. Попозже будет, да? Рыбу попозже на ужин, да? На ужин, да? Ал мінекей Қарағанды жолаушылар, яғни Қарағанды пассажирский станциясына тоқтап жатырмыз. Қарағандының негізгі вокзал ғимараты осы. Мынау құртты. Асықпай тоқтайды екенсіз. Молодец. Су құяды оған. Заправка.
3-ші жолға келіп жатыр. Люди Нет, Бұлар етте, көп базарда етте Қарағанда Кім бұлар? Пенсионерлер. Пенсионерлер. Россияның несін көрсетеді ғой, бір қай қалада екенін білмеймін, бір жерде танцевальный не бар. Алаң сол жерде бәрі билейді. Кәрісі, жарысы, бәрі. Алматыда да бар бүгін. Сәуле, ана 28 панфиловцев бар ғой. Бывшие этот. Көрсейші қандай? Екеуміз салып қойдық, сөйтіп көруге болатын еді. Мына жаққа шығып вокзалға барады. Қалаға шығадыңдар. Қазір қастайды енді, бір талай орын болсын. Шудан да көз отырады, да? Қанша қастайды. Мінекей демде біз енді Қарағандыдан жүріп жатырмыз. Уақыт тез өтіп кетті. 40 минуттың өзі қайда тез өтіп кетеді екен. Әшейінде мектепте 40 минуттық сабақ өтпей кетеді ғой. Және Қарағандыға тоқтағанда 40 минут бәріне тез өтіп кетті ғой. Әр жерге жүріп көшіп отыра берек, е? Әйтеуір бір сонымен кеш батар. Сәлден кейін кеш батады ғой. Бір-екі станциядан кейін өзі қараңғы болып кетеді. Шай ішеміз, сонымен қараңғы. Қарағандыдан жүріп отырмын. Сонымен ұйқыға кетеміз.
мына жерде вагонный парк бар. Жило Транс Ақтөбе деген вагон тұр. Достар, жарықтар қалыстыратын боламыз. Ал достар, біз жарық станциясына жақындап қалдық. Мына көріністі қараңыздар. Бөлек бұлар. Сирек кездесетін көрініс бұны. Енді бізге маған да сирек кездесетін. Бүйтіп қар жаумайды ғой бізге. Достар, сәл уақытта біз Қарағанды облысы Шет ауданы жарық станциясына тоқтайтын боламыз. Тұру уақыты 6 минут. Көп сүрмеймін, сол себепті алдын ала ескертіп атқаным. Жалғастырамыз. Ал достар, біз Қарағанды облысы Шет ауданы жарық станциясынан жүріп кеттік. 6 минут тұрады деді. Жоқ, 6 минут емес, 3 минут тұрған тұрды. Кешіп келдір екен, пойыз кешіп келдір екен. Сол себепті солай болып қалды. Келесі станция бізде Қарағанды облысы, ол да Шет ауданы Ағадыр станциясы. Ол жерде сәл көбірек тұрамыз. Ол жақты жақсылап жүретін боламын. Ендеше Ағадырда жалғастыратын боламыз блогымызда. Күн батты. Күн батты, таң атты тағы да. Мына вагоннан хоп етіп, Ағадырден бірақ шықтық. Қарағанды облысы Шет ауданы Ағадыр станциясы. Тұру уақыты 15 минут деген. Шөліп тұрмын, сушнек алып алайш. Магазиндерден. Бір максше 800 теңге деген бірақ сұмдық екен жеп яқта. Кеттік, вокзал жағына барайық. Жақта бір арзан магазиндер болып қалар. Ағадыр станциясының вокзал ғимараты өте әдемі. Кеңес заманында салынған ғимарат қой. Мынау біздің пойызымыз. Қазақстан темір жолы емес, Түрксіб Астана компаниясы. Кет жалғастырамыз. Ал достар, біз Қарағанды облысы Шет ауданы Ағадыр станциясынан жүріп жатырмыз. Енді алда сәл бір-екі станция түспей қалуы мүмкін. Өйткені майда станцияларды мен түсіруім қиын. Түсіріп үлгермейсің де бұлай сол ғой енді айтқан. Енді келесі станция бізде Мойынты станциясы. Ол да Шет ауданы, одан кейін Сарышаған станциясы. Негізі Мойынты мен Сарышаған арасында станциялар бар. Бірақ оларды өткізуге мәжбүрмін. Солай, барлығы жақсы, барлығы керемет. Ендеше Мойынтыда келесі кездескенше. Ал құрметті көрермендер, біз хоп етіп Мойынты станциясынан бірақ шықтық. Тұру уақыты 9 минут екен.
өте жақсы көңіл күйде келе жатырмыз. Ұйықтаған жоқпын. Андай ұйықтайтындай не болматқан жоқ ше. Әңгіме айтып кетесің, тамақ ішіп кетесің әйтеуір. Ұйықтайтындай не болатқан жоқ. Мойынты станциясында 9 минут тұрады екен. Пойызда жағдай жақсы. Енді Мойындыдан кейін тағы да бір 2 станция бар екен. Тұру уақыты 1-1 минуттан. Ол станцияларды да өткізіп жіберетін болам. Бірден Сарышағанда түсіретін болам. Сарышағанда тұру уақыты 19 минут. Ал айтпесе Сарышаған жақсылап түсіретін боламын. Ендеше тезірек вагонға басайын. Мойынтыны түсіріп алдым жақсылап. Енді көп уақыт жоғалтудың қажеті жоқ, өйткені қатты андай ештеңе алынып кеткен жоқ бұл жерден. Оны Сарышағаннан балық аламыз. Может, көреміз, кеттік. Вагонға жайғасайық. Ал мінекей әне-міне дегенше Сарышаған станциясына тоқтайын деп жатырмыз. Тұру минуты 19 минут екен. О, 8-та отыр. Ал достар, біз Қарағанды облысы Шет ауданы Сарышаған станциясына жеттік. Мінекей біздің құрамымыз өте әдемі. Нөмірі 44-ші Қостанай Алматы пойызы деп. Кеттік. Вокзалдың есікте жүрейік, әдемілеп. Біз почти құрамның орта жағы екенбіз ғой, әжептеуір. Мінекей Сарышаған Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы компаниясы. Полиция көрсе қорқатын болдық қой. Өткенде полиция ұсталған мен. Сарышаған станциясы. Камерам қалай? Қалай, жақсы ма? Локомотив былай көрсетіп жүрейін. Локомотив сұрайды менің адамдар. Тұру уақытын айтпадым ба? Тұру уақыты 19 минут. Айтпасам айтып қойайын. Кейде ұмытып кетемін айтуды. Қазір сағат 23:02 ма сондай. Электровоз. Құрам. Анау менің вагоным, анау тұрған, ашық тұрған есік. Енді достар түсіндіре кетейін. Енді қазір келесі станция бізде Шығанақ па, сондай станция 5 минут тұрады екен. Ол станциялардың бәрін өткізіп, таңғы 4-те, немесе түнгі 4-те берейік, түнгі 4-те Шу станциясында түсірілім жалғастырайын. Ана станциялар тым кеш болып кетеді, тым қараңғы болып кетеді. Оның үстіне қысқа болып қалады. Сол себепті ол станцияларға әуре болмай, түнгі 4-те Шу станциясында түсірілім жалғастырайық. Келістік па? Как раз Шу станциясында локомотивіміз ауысады. Шудан кейін ары қарай жайлап таңда атады. Одан кейін күндізгі станцияларды жайлап түсіре беретін болам. Алматы 1-ге шейін ғана барамыз, айта кетейін. Білмейтін жандарға. Барлығы дұрыс. Сарышаған станциясында қатты сәлден соң жүреміз. Ендеше Шуда жалғастырамыз, солай. Қазір бірден ауылайын жолыма. Ал мінекей біз Шу станциясына жеттік. Тұру уақыты 40 минут дейді, бірақ сәл кешіп келді. Сәл енді азырақ тұрады дейді. Сонда да локомотив ауысқанын көрейікші. Локомотив ауыспайды, айта кетейін. Хотя айтып қойыппын мен бағана. Локомотив басы былай тұрады да, и потом былай ана. Ал достар, біз Жамбыл облысы Шу станциясына келдік. Тұру уақыты 40 минут дейді, бірақ кешіп келуіне байланысты сәл қысқарақ тұрады дейді. Өткен жолда 3-ші жолға келіп едік, 2-ші жолға келіп едік. Қазірде 2-ші жолдамыз. Өкінішке орай дүкеннің барлығы арғы бетте өту сәл мәселе болып тұр, өйткені пойыз күтпеген уақытта жүріп кетуі мүмкін, өйткені өз уақытынан кешіп келді. Тура өткендегі сценарий сияқты андай. Өткенде де түсіп тұрған кезде жанынан осындай
состав өткен. Өкінішке орай тағы да түсіре алмайтын болдық вокзалды. Астанадан Алматыға сапар. Біз Жамбыл облысы Шу станциясындамыз. Шу ауданының орталығындамыз. Тұру уақыты 40 минут дейді. Нөмірі 44-ші Қостанай Алматы пойызы. Енді өтуге талпынып көрейін деп барып едім. Бірінші жолға тағы да пойыз келеді екен, сонымен енді бұл жол емес деп шештім енді Шу вокзалын былайынан түсіру, айналып түсіру. Бұл сапарда өкінішке орай Шудың вокзалын дұрыстап түсіре алмадым енді. Реніш болмасын. Былай шығып кетсем болады, бірақ қазір Түркістан деген пойыз келеді екен. Павлодар Түркістан деген пойыз келе жатыр екен. Сол себепті түсіру ыңғайсыздау. Қазір өтіп кетіп, мына пойыз күтпеген жерден жүріп кетсе, арты мәселе болып кетеді. Сол себеп тыныштық керек. Көп мәселе керек емес жасап. Сол себепті сәл тұрайық, одан кейін кіріп кетейік вагонымызға, жылы вагонымызға. Ал мінекей таңғы көңіл күймен, таңғы тандеммен, тандем деген сөз жаттап алғанмын. Отадан бірақ шықтық. Тұру уақыты жарты сағат екен. Отар станциясы Жамбыл облысы Қордай ауданына қарайды. Алматы облысына әлі кірмедік. Ұйқы қанды, негізі ұйықтап алдым. Шу мен Отардың арасында. Енді Алматыға дейін ұйқы жоқ. Бұйырса 3 сағат Алматыда болады екенбіз ғой. Кеттік. Отардың вокзал ғимараты. Ішінде күту залы бар. Ішінде кіріп көру керек еді осыны. Қазір кіреміз. Не бар, не жоқ. Біздің құрам менің вагоным арт жағы болып қалды. Бағана әжептәуір бас жағы болып театрым. Астанадан шыққанда. Соң жағында келдім. Бәрі құрап қалған ба, бәрі демешек отқан деді. Болады екен. Автобус дейді. Қордайға нелер бар екен. Автобус дейм ма? Вагон жаққа келдік. Бағана пойыз жүріп кетті. Ташкент Алматы деді ма, не еді? Қазір бізде жүреді екенбіз. Бәсе соны күтіп тұрады екен ғой бұл. Содан жүргенін күтіп. Негізі Отарға обычно 15 минуттан артық тоқтамайды. Негізі пойыздар Отардан қанша жыл жүріп жатырмыз. Ото білдік та? Ото білдік. Мен местамды көрсетпедім бәл сіздерге. Местамды көрсетіп жүрейін. Шамалғанға келдігіміз 1 сағаттан кейін. Ай, 1 деппін ғой 2 сағаттан кейін. Ана жерден кіресіздер, мына жерде проводиктің бөлмесі. Мына жерде мен жатамын. Негізі менің орным ана вагонда еді. Алысып кеттім ғой осы жерге. Мына сағат дұрыс емес, мына сағат сәл озық. Кейін жүргеніміз сүрейін, сосын одан кейін Шамалған түсірдім ол. Шамалғаннан кейін Алматы бір. Жалғастырамыз.
Ал міне отардан жүріп жатырмыз. Енді бұйырса 2 сағаттан кейін Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған станциясына тоқтайтын боламыз. Шамалғанда әжептәуір тұрамыз, 20 минуттай тұрамыз. Шамалғанда түсіретін боламын. Неғып қиналып, соны орыстар Чемолған деп айтады. Чемолған деп шығып, шымай деп жүрсін, Шамалған. Шамалған, өзгермеді ештеңесі. Жоқ. Чемолған деп айтады. Жібек жолы көтті қазір оны, бірақ Шамалған деп айтпайды екен, жібек жолы дейді екен бірақ оны. Ана жақта айтпасқа болмайды, мен негізі каждый шығарымды айтамын ба мұны ше. Ана жақта Гвардейский деген военный қалашық бар, әскери қалашық. Қазақстандағы ең үлкен әскери қалашық осы жерде орналасқан. Жалпы көптеген ағаларымыз, мүмкін әкелеріміз де осы жерде служба еткен. Қайда служба етін, отар деп айтсаң, бәрі түсінеді да, уже қандай жер екенін. Бұл жақтың несі, дәрежесі бөлек отардың. Жоқ, мына бет жүрсем, мына бет бұл ол. Дым жоқ, короче. Бұл, короче. Мына жақтың әлем екен. Ендеше жалғастырамыз. Ал құрметті көрермендер, әдейіге мен ең құрамның басындағы алаңға барып алдым. Что бұл? Локомотив көрсетші. Мінекей бізде локомотив KZ4A0041 дейді. Мінекей машинесі ана бетінде. Бұл локомотивті походу мен шуда көрдім. Шудан бері тиеп келе жатыр. Отадан асып кеттік. Шамалғанға әлі бардыңыз. Неге осындай? Қалада кетіп бардыңыз. Алматы облысына кірдік. Алматы облысы Жамбыл ауданындамыз. Енді Шамалғанда әжептәуір тұрамыз. Мен ойлағам, Шамалғаннан түсем, Шамалғаннан студенттер бар екен. Менің вагонымда да. Өйткені мынау Алматы маңында ауылда тұратын адамдарға Шамалған қолайлылығы Алматы бірден көрі. Ендеше жалғастырамыз. Ал құрметті достар, біз Алматы облысы Жамбыл ауданы Қазыбек деген жерден өтіп баратырмыз. Бұл жерге тоқтамайды. Қазыбек деген станция, тоқтамайды бірақ осы жерде темір жол салынып жатыр. Новойдан ба? Қазыбектен тікелей Жетігенге баратын темір жол салынып жатыр. Жолды қысқарту үшін. Ne toprak koptu mu? Темір жол салып жатыр ғой, не етмелерді. Şalvar mı?
Липский киімдер. Баян алабыз бұны. Ал мінекей біз Шамалғанға кіріп жатырмыз, тоқтаймыз. Ана жерде орыс мола бар екен. Қандай заводтар сақтайды ғой. Жері мықты ғой. Мына жақта құрылыс болды. Осы жерге дейін, прямой. Ой, мына жақ сұмды колхоз, көше бәрі асфальт жоқ өзі. Жасап жатырмыз. Біз баяғыда колхоздың көшесінде тұрдық. Ой, мен Шанхайдан келіп өзімше асфальттамын ғой. Ой, топырақ. Жаңбыр болған күн вообще өтемайсыз. Жөндеді. Мен жауып тастап переезд, ана, потому что прямой трасса бір күн жабады дейді. Прямой трасса ашты ғой, ана, Алтын Ордадан через Қосмайды. Енді ананың мостпен жүреді екен, мен жауып тастап. Зато пробка болмайды. Не дейді сағатта пробка. Көшін. Барат есікке бak. Шамалғанда 12 минут тұрады. 12 минут тұрады. 12 минут тұрады. Кәдімгідей тұрады. 12 минут. Үлгіресіңдер ғой. Біз анада 1 минутта түстік қой. Астанаға барып. Станцияда. Тоқтаймын. Үйге бару үшін Таскеренге отырасыз. Таскеренге такси өтіп береміз. И любой Алтын Орда болса, қыздан түсіп қаласың. Алтын Орда. Трасса Барып жүрген ұланнан Үнімен дауыл. Қырысым жылағым келеді. Ашылғанда істейді. Казарма. Осы жаққа жаяу еді. Мықты екен. Қазір бәрі жүргендерін талай жер. Мынандай болайыншы. Такси тоқтатып тұр. Үйренші. Жүргісі жоқ. Сен ұстамайды ма? Келген. Таксилет. Ал мінекей біз Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған станциясына келдік. Мінекей тұру уақыты 12 минут дейді. Жақсы. 12 минутта демде өтіп кетеді. Ол себепті кішкене түсіріп кіріп кету керек болған ғой. Астанада қыс болып жатса, көктем болып отыр ғой. Шөп шығып жатыр. Скоро любовь, скоро весна ойнап тұр ғой жақта. Мына жақтан деп отыр, Түркістан уже жазып отқан шығар. Біз жақта уже январдан кейін көктем басталып кетеді бізде. Сол, қазір Алматы бірге тоқтайтын боламыз. Одан кейін сапарымызды аяқтаймыз. Өкініштісі Алматы 2-ге бармайды. Не тұрыс, ішке кірмедік па? Тоқтау уақытының жартысы өтіп кетті. Өйстіп тұрғанымызда. Мен ойлағам Шамалғаннан ешкім түспейтін шығар деп. Вагонның бір 30% түсіп қалды ғой. Кеттік, жалғастырамыз. Болды, қазір жүреміз. Жүрген кезде жалғастырам. Шамалған станциясынан жүріп жатырмыз. Енді келесі станция Алматы бір станциясы. Енді түсірілімді Боралдай жақтан жалғастырам. Боралдай, Ақсеңгір, 73-ші разъезд. Міне станция ғой, помнишь? Вокзал. Я Шкембірттің баласы салды.
жақсы ол. Ана құртады мамасы. Баласы біреу. По-моему, двое. Ана Баян да соның подчинениесі болған. Бір баласы. Қай баласы екен? Біреуі жақсы деп айтатын Баян. Біреуі шатақ болды. Соны білмейді. Біреу әйтеуір баяғы жаны қалмай қойған кішілеу. Комиссияда. Папасына ұқсады. Дұрыс та қылшыларды бірісі. Қазір көрейік белімізді жабады. Баяның бетінен сүйіп бар. Енді Баян көп жақсы жасап жатыр ғой. Ақша қойсаң да ақша қой. Төлейді. Общежитияға төлейді гостиницаға. Что она смотрит. Малдарына жайлауда салып жүргізеді екен бұл сонымен. Ішіп аласа сабақ. Халат кыздыра. Уникорды самый халаты. Халаты женские. Allah'ın sözüne karşı çıkanan gibi orlatıyor. Kaçanın olur, formaması. Ал құрметті оқырмандар, біз Алматы қаласының маңына кіріп жатырмыз. Қазір сәлден соң Алматы 1-ге прибытиеміз болады. Одан кейін Алматы 1-де блогты аяқтайтын боламыз. Сәл ғана күтіңіздер, одан кейін біз Алматы 1-де болатын боламыз. Мына жақтың бәрі нефтебаза. Құшта кете береді. Промышленный район ғой бұл да. Ал, Аллаға шүкір. Аллаға сансыз шүкір, Алматыға аман есен жеттік. Біздермен бірге болған сол баяғы Айдос. Блогымызды осы жерден аяқтаймыз. Қазір вокзалға кіреміз, жетіге мінеміз, сабаққа басамыз. Сабаққа бүгін негізі маған жүрмін ғой. Распределением бар. Бүгінге демалыс негізі маған. Сол блогымызды осы жерден аяқтаймыз. Алматы 1-ге аман есен жеттік. Түрксіб Астана пойызына рахмет. Не рахмет. Түркістанда оқи беремін мен ше оқыған сайын. Осымен блогымыз тайман. Сау болыңыздар.